Тектінің кегі Тұрлыбек Мәмесейіт. Хикаят. Атам айтатын, биікті таудан тектілікті қыраннан үйрен деп. Лашықтың есігін серпе ашып кіре бергені сол еді. Шаң-шаң еткен бүркіт дауысы миын солқ еткізіп, төбе құйқасын шымырлатып қоя берді. Көк желкеден біреу қойып қалғандай еңкейе беріп, қолындағы қозының сан етін кіреберістегі жалпақ тақтайға тастай салып, сәл тұрып қалды. Екі шекесі дың-дың етіп, құлағы шыңылдап кетті. Япыр-ай, қоймайды ғой, бұл тегі. Дәл мынаған белгі бергендей шаңқылдауын қарашы. Осы сәтте арбайған аша ботағында отырған балапан да шошып оянғандай селт ете басын көтеріп шүңгіп, қабақтың астындағы қан шеңгір көзі жасылдана ұшқын атып, дүр-дүр сілкініп жіберді. Қанат құйрығын ашып жауып кеудесін керіп созып, көк жасыл жүндері тікірейіп, тәкаппарлана кегжие қалды. Өмірәлі күнде таңертең балапанды қолына алып, қанатын сипап, еркелетіп отырып тамақтандыратын. Сол әдетімен оған жақындай бергенде күндегідей емес, қабағы түнере ызғарлана қарайды. Басын кегжите, қанды көзі өңменінен өте зілденіп алған. Шомбал тырнақтарымен аршаны сағымдай шеңгелдеп, әлденеге ызалы кескін танытады. Енеңнің даусын естіп, мияттана қалдың ба? Өмірәлі қолын созып, сипамақ болып еді, аузын арандай ашып, алып тастайын ба дегендей қораздана айбат шекті балапан. Шегір көзі от шаша шапыраштанып кеткен. Қарай көрей, мынаны. Қырсуын қарашы. Әлден бүйтесің, тұра бара қайтпексің. Жә, ашуыңды бас. Батырекесі, деп келіп Өмірәлі темір қанат балапанды қолына алып сипай бастады. Әдетте бұл кіргенде қуанғандай қозғалақтап, ұшып кетердей қанаттарын сабалап, ашқарақтана жемге ұмтылатын. Енді көрдің бе? Енесінің шаңқылын естіп, қияңқылана қалғанын. Ары-бері сипалап ашуын басқандай болғаннан кейін, жаңағы қозының сан етін білеулей кесіп, әкеліп алдына қойды. Еті біртүрлі қомағайланып, ызаланғандай сілкіп-сілкіп қойып отырып жұта бастады. Құнжыңдамай кегжиген күйі керіле тартып, жұлқи сілкініп, паң қимыл танытады. Өмірәлі текті тентектен еркіне ыңғайланып, байқастап қарап отырды. Ол да мұны біліп отырғандай шүңгіл көзі жасылдана жалт етіп, кектене қарайды. Бір сәт мойын жүндері тікірейіп, еті салқ-сұлқ еткізіп, қылғытып жіберіп, басын сілкіп қалып, шекелеп көз тастап өтеді. Бұндайда Өмірәлі көзін тайдырып, орнынан қозғалып кететінін өзі де байқамай қалады. Қарашы ызаланып отыр. Бұжыр-бұжыр тырнағы, саусақтары түйіліп кетеді. Әлден ештеңеден ықпай күш көрсетпек. Кешегі сары жағал, ақ төбет балапан көрер көзге қанаттары бой тартып есейе түскен. Күн сайын түлеп, төбеттен арылып, қауырсындары көкжан қаланақ қатайып, тұрпаты мелжемденіп, күннен күнге қияңқы қыңыр тегін әйгілеп келеді. Қолға алған 10 шақты күннен бері де мүлде түрленіп кетті. Кеудесі бүлк-бүлк етіп, сәл отырған балапан қайта етке еңкейіп, іліп ала бергенде тағы да бүркіттің шаңқылы естілді. Басын сілкіп балапан етті лақтырып жіберді. Кеудесін кере, қанатын қомдап алып, басын кегжите Өмірәліге үдірейе суық қарап отырып қалды. Мойын жүні күдірейіп, алқымы дір-дір етеді. Жаңа ғана қолынан ет жеп отырған адамға сәтін арасында жалт-жат бола қалған. Қап, мынаны-ай, ет жеп біткенше де қоя тұрмадау ең болмаса. Өмірәлі не істерін білмей абдырап тұрғанда, Құдайым-ай деп бажылдаған әйелінің дауысын естіп, манаған не көрінді тағы, деп дауыстай далаға атып шықты. Не боп қалды, көрмей тұрсың ба, не боп қалғанын? Күлшара жұлқына сөйлеп, қолын шошаң еткізіп аспанды нұсқады. Бүгін тағы айналдырып жүр, ана құзғын. Не боп қалды дейсің? Дауысын естімедің бе? Үйдің үстін тура екі айналып өтті. Бұл кезде қыран басын бұлт жалған жартастың орта тұсында қалықтай айналып жүрген. Құдай сақтаған екен. Саған түспепті ғой қайта. Өмірәлі жартасқа қарата дүрбі салды. Ойбай, маған түссе жетісерсің, сөзінің түрін қарашы. Күлшара не дерін білмей, сәл тосылып қалып, көшіп кетпесек болмайды бұл жерден. Көрдің бе, маза бермейді бұл, деді. Көшкенде қайда барасың? Құдай сақтасын, неғылар дейсің? Бара-бара басылар, деп Өмірәлі әйелін тыныштандыру үшін әдейі жайбарақат сөйлегенмен өзі де іштей қобалжулы еді. Жар құлаққа бет алғанда Өмірәлінің
қуанышында шек болған жоқ. Әкесі марқұмның айта беретін ата қонысын көру шынында армандай боп жүрген. Әсіресе осы бүркіт ұясы бар жартастан балапан алып, әке аманатын бір орындасам деп ойлайтын. Маусымның соңын ала көшіп келді мұнда. Жайлау несін айтасың? Жап-жасыл боп балбырап тұр екен. Бұрын алыстан көріп, табынып жүрген хан тәңірі қол созым жерде көк тірей асқақтайды. Сай-сала, қойнау қолат, көгорай шалғынға бөгіп, етекте көбелектер көлбеңдеп ұшып, шегіртке шырылдап, ара сона гуілдеп, шілденің шіліңгірі сезілсе, мұз құрсанған тау шыңдарына қарасаң, қыс ызғары қабыр беретіндей. Бәрі тосын, бәрі өзгеше қызық көрінді Өмірәліге. Дөңершаның үстіне түсірген. Дөңешара десе дөңешара. Екі қапталын қалың арша көмкерген. Шөккен нардай боп аңғарда көлденең жатқан биік дөң. Әдейі жасалғандай жүк түсірген үсті теп-тегіс ашық алаңқай. Қарсы бет қарасаң бөркің түсетін жалама жартас. Осы жартаспен дөңешарының тасты тұмсығынан Байынқол өзені қосыла ағып, көбігін аспанға ата бұрқыранып жатады екен. Сонда осы жалама жартастағы бүркіт ұясын әкесінің айтуынша жобалап, ертелі кеш дүрбі салып бақылап көріп, құз саңғырғымен айғыздалған қара жартастың қуысындағы ұяны дәл тауып көз жеткен. Енді ол ұядан балапан алуға құмбыл кірісті. Көшірісіп келген жігіттерді жібермей, тезінен әрекетке көшкен. Төбесінен арқан байлап ұяға түспек. Бұның бәрі түк емес екен. Ұяға түсіп балапанды алардағы жаны мұрнының ұшына келген сәті айтсаңшы. Ойына түссе қазірде денесі түршігіп зәресі ұшады. Өмірәлі тағы да жартасқа көз салды. Әлгі қыран айнала биіктеп кеткен. Ұя маңынан ештеңе байқалмайды. Не деген кекшіл. Өмірәлі көзінен дүрбіні ала беріп басын шайқады. Бұған дейтін бүркіт ұясынан бір рет балапан алған Өмірәлі. Онда Шұбарталдың басын жайлады. Мұндай зәлім шың құзар жоқ ол жақта. Қалың, ну қарағайлы терең шатқалдың басындағы тік жартаста болатын ұя. Мұндай аса қауіпті болған жоқ. Қарсы беттен әкесі былай деп бағыт беріп тұрған. Бүркіттің өзін тіпті көрген де жоқ. Сонда ғой, әкесі марқұм осы хан тәңірінің түбіндегі бүркіт ұясын еске алып, рахаттана бір әңгімелегені. Қанша дегенмен сондай ұлы таудың қыранына құс жетпейді деп отыратын. Шындығында мынаның мінезі өзгеше болар. Кендір арқанды белден қос қабатта борап келіп, қолтырмаштай байланып, тері шалбармен тері кеудеше киіп, сыптықарланып алған Өмірәліні үш жігіт ұя басындағы 7-8 метр биіктіктегі иекартпадан саумалап түсіріп тұрды. Мойнында жүн толтырылған ат дорба, белінде шырайналмас үшін бекітілген ұзын сырық, қолында таяқ, ата-бабасының әруағына сыйынып, жартасты сипалай сырғып түсіп келеді. Кенет қайдан сап ете түскенін, қанатынан дауыл соқтырып бүркіттің жеткені. Өмірәліде зәре иман қалмады. Бүркіт айнала ұшып, қанатымен сабап өте шыққанда, есі шығып қалтырап көзін жұма берген. Жоғардағы жігіттердің дауыстары естіледі. Қорықпа, жеттің ұяға, таяғыңды тастама, дейді дуылдаса. Қасындағы дөңешара үстіндегілер де айқайлайды. Тымақ киіп, бауын байланып алған бұл бірін естісе, бірін естімейді. Әлгілердің олардың дауыстары дем беріп, өзіне өзі келгендей болды. Таяғын оңтайлап ұстап, қайта сырғыды. Бүріп түсердей шүйілген бүркіт тағы да жанай беріп, қайқан етіп қайта көтеріліп кетті. Алғашқыда емес, ес тоқтатқан Өмірәлі таяғын жасқап, жанталаса қарманып қалады. Ұяда жалғыз-ақ балапан екен. Тақырды сезіп, жем әкелген енесі дейме екен, бақырдай басын көтере жанталаса аузын ашады. Ойлағандай-ақ темір қанаттанып ұшуға жақын қалғандай. Шүңірек көздері от шаша қарайды. Ойлануға уақыт жоқ. Өмірәлі балапанды қолғапты қолмен бас салып, кенеппен жаба ұстап дорбаға сүңгітті. Жан-жағын жүнмен орап жіберіп, аузын байлап үлгерді. Балапан болса да тегеуріні темірдей сезіледі. Тырнақтары тіпті қолғаптан білініп те қалды. Өмірәлі жанұшыра жоғарыға тарт деп айқай салды. Бауыр еті баласына кім ара түспейді. Оның үстіне жар дегенде жалқы, балапаны жат қолында кетіп бара жатса. Шықпаған жан қайда. Бүркіт қайта шүйілді. Өмірәлі таяғын сілтей теңселіп кетті. Бұл жолы құс мүлде жақыннан қанатын сабалап, түңліктей болып, төніп келіп, желге тұсынан теуіп өткендей болды. Көзін жұмып алған Өмірәлі еш нәрсені бағамдай алмады.
Қаумалаған жігіттер жабыла тартып шығарып келе жатты. Шаң-шаң етіп, қыран олардың басынан бір айналып өтіп биіктей берді. Япыр-ай, мынау бір пәле ғой. Құдай бір сақтады. Сен тұрмақ біздің өзімізде жан қалмады. Амансыз ба, әйтеуір. Қатты шүйлікті ғой, тіпті. Десіп жігіттер Өмірәліге сұрақты жаудыра көтеріп алды. Ой Құдай, бір сақтады-ау, деді Өмірәлі де ентіге әзер сөйлеп. Жан қалды ма, қалмады ма, екпіннің қатысынай, тура көк желкемді үзе жаздады. Өзі де ірі неме екен. Жалғыз балапаннан айырылған жанкешті бүркіт мұнымен де тыныштала қойған жоқ. Күн ауа шопан үйін торауылдай бастады. Төбеден айналып кетпей қойды. Ал Өмірәлілер болса, алар балапанды алдық қой, енді неғылар дейсің. Өстіп күдер үзіп қояр деп мәре-сәре. Жаңа жұртты майлау, жас қыранды жуу деген сияқты сылтаулармен Өмірәлі бір қозысын сойып, ертең ауылға қайтатын жігіттерге сірне жасап бермек болып қарбаласып кетті. Балапанды жеке лашыққа өз ұясына ұқсастырып, қонақтап отыратын орынға аяғынан байлап отырғызып қойды. Тағы неме қайдан кеп, қайда тұрған білмей, бостандық тілеп, бұлқынып қояды. Біреу тойға айналғанда, біреу қойға айналыпты деп, кіші бесін кезінде үйдегілер сірнеге бас қойғанда, төбеде айналып жүрген қыран да үй мағындағы тыныштықты пайдаланып, көзіне қан тола тәуекелге басты дейсің. Сорғалап келіп, қараша үйді бүйірлей соғып өтіп, одан қол созым жердегі шатырша лашықты қанатымен сабалап өте шықты. Үй ішіндегілер төбелерінен жай түскендей апалаң-топалаң болды да қалды. Әуелде аяқ астынан құйын соғып өтті ме деп ойлаған. Алдымен далаға ұмтылған Күлшараның ойбу, мына пәлекен ғой, Құдай-ай деген даусы бұзыла шаң-шұң етіп қалды. Жігіттер де апыл-ғопыл сыртқа атып шықты. Не болды десіп аң-таң. Көрмей тұрсыңдар ма? Ананы қарасаңдашы, деп жартас жақты нұсқады. Бұл кезде бүркіт түңліктей қалқып ұялы жартасты айналып биіктеп бара жатқан. Не нәрсе? Кәнеки, бүркіт пе? Үйді соғып өткен солма сонда. Япырмай, мына сұмдық қой. Ой, жауыз-ай, кекшілін қарашы, десіп, елеңдескен жігіттер бірінен кейін бірі дүрбі салып жатыр. Соның арасынша қисайып құлап қалған лашықты жаңа көрген Өмірәлі, ой, мынау өлді ғой, құлатып кетіпті ғой, деп тұра жүгіріп барып, шатыр кенепті серпіп жіберіп, арбаң-сарбаң ботақтың арасынан балапанды тауып, Құдай, байқұсым-ай, аман екенсің ғой, деп жібіне оралып, аша ботақтарының арасында тыпырлап жатқан балапанды қолына алды. Ызалы құс сілкініп жіберіп, тегеурінді аяқтарының тырнақтарын біресе түйіп, біресе ашып, қолдан шығып кетердей бұлқынады кеп. Ой, мынаны көрмеппіз ғой, тірмекен-ей, қайта іліп алып кетпепті ғой, қорықлатып өте шығыпты, десе бір жігіт, екіншісі дәл осының ішінде екен білмеген ғой, әйтпесе қояма, дейді таңдана. Ой, бұл жаман лашық қанатының желімені құлап қалған шығар. Бұл емес, тура үйдің шаңырағының ортасына түсіре жаздады. Оқтарды сықырлатып дейді. Өмірәлі асып-сасып есі шыға. 10 шақты күн болды, қоятын түрі жоқ қой мұның. Бәрі пәле, бір пәле болмаса игеді. Әлгі балалар қайда жүр екен, деп түсі қашқан Күлшара қойға кеткен балаларын ойлап, өріс жаққа қадала қарады. Шындығында мынаның түрі жаман. Бір күні жазым қып кетуден тайынбайды ғой. Үйге түскен қара. Талай бүркітті көріп едім. Мұндай сұмдықты естімеппін. Екпіні не деген? Дескен жігіттер ойпы-тойпы ой кешіп, біраз тұрып қалып еді. Қас қылғандай сол күні кешке қарай күн бұлттанып, сатыр көтір найзағай ойнап, нөсер жаңбыр құйып кеп берді. Бара-бара баяулап, сылбыраған ақ жауынға айналып тұрып алды. Тау тасты тұман тұмшалады. Қарыс жер көрінбейді. Жер көктің бәрі су. Түнімен жауған жаңбыр ертесінде де басылмады. Соқыр тұманның да ыдырайтын түрі жоқ. Тек көрілдеген өзен сарыны ғана дүниені бір қалыпты тербеп тұрғандай. Осы бір қалыптылықты ара-тұра бүркіттің шаңқ-шаңқ еткен дауысы бөліп кетеді. Оны естігенде жалғыз үйлі шопан үй іші елеңдесіп үрейлене қалады. Мұндайда өзен дыбысы да құбыла өзгеріп, біресе ақырай азынап естілсе, біресе мұң-зарға толы ұлы сарынмен күңірене гүрілдейді. Оған неше күн сорғалаған жаңбыр суы жік-жігін қуалаған кәрі жартастың опырыла құлап салдыр-гүлдір шатқалға түсіп жатқаны қосылып, түнімен ұйқы көрмеді.
Тас төбеден айналып кетпей қойған тағы құс ақыры дөңешардан қоныс аударуға мәжбүр етті Өмірәліні. Аңғарды жоғарылап келіп, күн батысқа қарай созылған Қарасайды өрлеп барып, асуға жақын ойдым-ойдым көк тепсеңге көшіп қонды. Төменгі аңғардай емес біртүрлі жайбарақат тыныштық сезіледі. Әсіресе тура үйдің іргесінен күні-түні өкіре гүрілдеп, ажылдап-бажылдап, құлақ миды жеп қойған өзен дыбысы сап тиылып, төңірек тыным алып қалғандай. Айнала ақпа қорым айғыздаған сар күйікті беткейлер. Тура қарсыдағы алып қара шоқының иығынан күмістей жарқырап қан тәңірінің найза ұшы қылтияды. Қарасайдың басы 2-3 айрық сай жыраларға айналып, бара-бара ары қарай еңкейіс боп кететін сияқты. Ал қан тәңірінің батыс түстігі бір қарайғансыз ұшы қиыры жоқ мұзтауларға ұласып кете береді екен. Жаймашуақ күндері күн көзімен мәңгі мұздақтар көз қарықтырардай жалтырайды. Өмірәлі дәл бұлай деп ойламаған. Бұл таулар қайда барып тіреледі екен деп таң қалады. Қайда-қайда дүрбі салып қарайды. Бір-бірінен айырғысыз мұз шоқылар баяу жылжытып әкеп дүрбісін хан тәңірге тіреді. Сәл көз тоқтатып тұрып, денесін аяз қарағандай тітіркеніп кеткені. Шыңның ортан белінен ораған буалдыр тұман баяу қозғалып ары айналып кетіп жатыр. Жылжыған сайын қар ұшқындап ызғар сезілетіндей. Міне қызық. Енді найза шыңның ұшар басынан шуылдана тұман көрініп қалды. Будақтаған түтіндей сәл көтерілген тұман біртіндеп қайта басылып, жайыла келіп жоқ болып кетті. Өмірәлі дүрбісін сырғытып бергі Қарашоқыға әкеп тіреді. Мұнда жаймашуақ жаз лебі сезіледі. Сөйтіп отырғанда Өмірәлі ох деп қалып селк ете түсті. Арғы кең аңғардан көлбең етіп бері айналған бүркіт көрініп қалып еді. Апыр-ай, мынау сол ғой, тағы келді-ау деп күбірледі Өмірәлі. Дүрбісін оған ілестіре қадалып, бүркіт Қарашоқының бауырын айнала ұшып биіктей берді. Бір түрлі қанат қағуы суыт. Қарасайға көшіп келгелі бір жұма болды. Әуелгі 2 күн қыранның қарасы көрінген жоқ. Құдай құтқарса құтылған шығармыз деп ойлаған. Жоқ, әлі құтылмаған екен. Келесі күні сәскелікте Қарасайдың аңғарын бойлай қанатын қаға суыт келе жатқан қара құсты әуелде көп құмайдың бірі ме деп қалған. Себебі бүркіт бүйтіп төмендеп ұшпаса керек еді. Сөйтсе әлгінің тап өзі екен. Көз үйреніп қалған тани кетті. Бұлар қайда кетті дегендей әдейі жерге жақын ұшып іздеп шыққан сияқты. Үйдің тұсына келгенде сәл баяулап барып, мұнда екенсіңдер ғой, таптым ба бәлем дегендей үйдің үстінен 2 айналып өтіп, кілт бұрылып қалқи жөнелген. Содан кейін-ақ күнне 2 рет айналып шолып қайтады. Алғаш мынау тағы келді-ау, енді не істер екен, пәле болмаса игеді деп кәдімгідей қауіп ойлап еді. Енді бойлары үйренгендей, кеше ғой, тіпті көрінген жоқ, өсти күдер үзер деп ойлаған Өмірәлі. Енді көрмейсің бе, айтып ауыз жиғанша бүркіт биіктей қарсыдағы Қарашоқының басына көтерілді. Бір жерді шиырланғандай баяу қалқып жүріп алды. Өмірәлі ауық-ауық дүрбі салып қойып отырды. Күн ашық, жайлау оңаша болғанымен отарымен өріске Өмірәлінің өзі шығып жүр. Айдай салған аз өлді, көре салдан көп өлді дегендей, жер от тояттаған мал түскі жасауда-ақ үйелеп қалуы мүмкін. Сондықтан биікке шығып алып, бұл да бәрін қалт жібермей қадағалап отырады. Түнімен жауған жаңбыр сәскеде бір уақ басылып, қарыс жерді көрсетпей басып алған соқыр тұман енді ыдырай бастаған. Тозған туырлықтың жыртығындай болып ашылған жерінен аңғал-саңғал тау арасы сұсты жартастар көрініп қалады. Шелегін қолына ала жүгіре басып суға келген Күлшара қалың шілік арасындағы сылдыраған көздей бұлаққа еңкейе бергенде алдынан көлбең етіп бір нәрсе өткендей болды. Басын көтеріп назар салғанда анадай жерде бұған үңіле қарап тұрған көк итті көріп, кетей дей беріп, қасқыр екені ойына түсіп, ойбай деп бақырып жіберді. Қолынан шелегі түсіп кетті. Анау ақырын бұрылып, тастың арасымен тұманға еніп көрінбей кетті. Тұла бойы дір-дір еткен Күлшара өзіне өзі келе алмай сәл тұрып қалды. Сәттен кейін үйге қарай жүгірді. Бұл келгенде есік алдында таңертең қой өргізіп кеткен Өмірәлі аттан түсіп жатқан. Ойбой, сен үйге кепсің, менің не көргенімді айтсаңшы, деді түсі қашқан Күлшара. Иә, не көрдің? Ойбай, әлгі жалмауыз, әлгі ит.
Ой, жөндеп айтсаңшы, әлгі демей. Немене, ит дейсің бе? Жоқ, ит емес, ненің әлгі. Мынау не деп тұр ей, жын ұрып кеткен бе? Әлгі не, аты бар ма? Аты бар, құдай, әлгі не ғой, қас ит. Мынаның дені сомей. Өмірәлі ашуланып кетті. Ой, жөндеп айтшы, атаңның аты болса да. Ой, құдай-ай, жалмауыз ғой. Ит құс. Ал, ендеше, қайда жүр? Оны неғып енді? Әлгі деп тұрсың. Тап осы іргеден ана бұлақтың басынан су алуға барғам. Сонда көрдім. Мынау не дейді? Қайда кетті сонда? Арғы қарай бұрылып кетті. Жоғары қарай. Ит екен деп қалдым. Ой, қара бассын сені. Қара басқыр. Осы күнге дейін ит пен қасқырды ажырата алмайсың ба? Өмірәлі күйіп кетіп, қайта атына жүгірді. Апырай, мынау не деп тұр ей? Біресе ит, біресе қасқыр деп. Шын соның өзі, деді Көшәрә нығарлап. Енді неғып тұрсың? Әкел, алып шыққана мылтықты. Шын болса, қыратын болды ғой. Енді мына тұманда. Өмірәлі сөйлей жүріп атына мінді. Бүркіттің шабуылынан құтылдық па дегенде, мынау шын болса, нағыз пәле енді болатын болды. Әй, әкеңнің аузын. Атын қамшылай тебініп, тұманмен араласып көрінбей кетті Өмірәлі. Содан шабуылдап, отарын аралап, өрісті шолып, жаманатты еш нәрсе байқай алмады. Қой жайып жүрген баласы да ондай ештеңе көрмеген, білмеген. Аң-таң қалды. Апырай, бұл не бұл? Жымба елеспе, қорыққанға қос көрінер, деп тұманда көзіне бірдеңе елестеді ме? Үйіне келіп әйелінен қайталап сұрады. Ол тегі көзіммен көрдім ғой, деп шыр-пыр болады. Тіпті бұлақ басына барып, міне былай, тура мына жерде деп тұрып көрсетеді. Бірақ Қасекенің өзі тұрмақ, ізі байқалмайды. Әлде жағы қарысқан қасқыр болды ма екен? Әйтеуір жұмбақ, сол күні не ит үрмеген. Содан көп кешікпей, жаймашуақ бір күні бұл жұмбақтың да сыры ашылды. Күн еңкейіп, сай-салаға көлеңке ұялай басталған кез еді. Қарасайдың күнбатыс жағындағы шілік аша аралас өскен жырамен өрлеп бара жатқан Қасекеңді Өмірәлі де өз көзімен көрді. Отардың шеті тіпті оған жақын жатқан. Ол қойға мүлде көңіл аударатын емес, өзімен өзі. Мынау қызық екен деп ойлаған шопан қозғалмай отырып дүрбі салып бақылауға кірісті. Апырай, тіпті жайбарақат өзі, еш нәрседен секем алмайды. Күңпиген семіз неме ғой. Нағыз көкжалдың өзі емес пе екен? Қайда барады сонда бұл? Тоқта. Әнеки жан-жағына қарап сәл тұрды да шоқиып отырды. Не ойы бар бұның? Өмірәлі тастың арасымен қой қайырған болып, әлгіге жақындаңқырап барды. Байқатпай қайта дүрбі салды. Бауыры ағарып қасқыр әлі отыр. Қаперсіз тіпті. Әлден уақыттан кейін орнынан тұрып қайта жүрді. Қарасайдың күнбатыс түкпіріндегі үйілген түйеқорымның етегін ала айналасын майда бұталар, тырбық аршалар басқан кішкене төбешік бар еді. Қасқыр соған жақындап келеді. Сол кезде әлгі бұталар арасынан суырма, сондай бірдеңелер ары-бері жүгіргендей болды. Суыр аңдыған қасқыр болды анау. Әнекей, қасқыр төбешікке қарай бұрылды. Ал әлгі суырлар қашатын емес. Қайта алғашқы екеуіне тағы екеуі қосылып, бір топ болып, ана қасқырды қарсы алып тұрғандай. Әнекей әуелі құлдыраңдап тура жүгірісті. Өмірәлі дүрбісін көзіне нығарлап қадала қарады. О, құдай атсын деп күбірледі. Өмірәлі әлден уақыттан кейін дүрбіні көзінен ала беріп, мыналар күшіктер, бөлтіріктер екен ғой. Мен бұларды суыр екен деп отырмын. Бәсе, неге қашпайды деймін. Енді түсінікті болды. Дүрбіні көзіне қайта тақады. Опырай, арсалаңдап ойнауын қара. Жан-жағына шығып, енелерінің басына қарғиды тіпті. Сонымен ақшуланымыз қаншық болды. Неғып момақан бола қалды демейміз бе? Қайтсын енді. Мына шиеттей бала шағаны аман сақтап өсірудің қамы ғой мұның жүрісі. Әйтпесе ата кәсібінен жаңылып қалды дейсің бе? Ақшулан келе алқымын жерге төсеп жата кетті. Бөлтіріктері айналасында. Бір уақытта орнынан тұрып, керілгендей болып, барып мойнын соза бірдеңе істеді. Сол-ақ екен бөлтіріктері үймелеп кеп берді дейсің. Таласа тармаса бір нәрсе жеп жатқандай. Не болды екен бұл? Не әкеп бере қойды сонда? Ой, құдай атқыр. Құсып жатыр ғой мынау. Күшіктерінің жас кезінде осылай жегенін құсып береді дейтін. Дәл солай болды. Бөлтіріктерін бір қарық қылды. Бәсе күмпиіп әрең келе жатқан сияқты еді. Аңқиып алған екен ғой. Ой, пәлекет-ай. Өстейді деп естігені. Өмірәлі сонымен жұмбақ көршісінің
сырына әбден қанық болды. Әйелінің әнеу күні елес түс сияқты әңгімесіне сенер-сенбесін білмей жүреді. Енді көзі жетті. Үйіне келіп, көргенің рас болды, бәйбіше, деді. Мен де көрдім, бірақ бізге зияны жоқ сияқты. Өз әуресі өзінде екен деп, осы төңіректе апан іні бөлтіріктері бар екен айтқан. Баласы мен әйелінің көздері бақырайып, енді қайтеміз деп делбірегеніне басу айтып, қанша жауыз болғанымен бұл да текті хайуан. Бөлтіріктері аяқтанып, өзіне өзі келіп, өз тамақтарын өздері табатын халге келгенше қойға тиіспейді. Келгелі міне, тыныш қой. Біз де тиіспейміз оған. Сендер де көргенде айқайлап, шошытып жүрмеңдер. Байқамаған, көрмеген болу керек. Құрысын, тыныштық жақсы деген. Осылай Өмірәлі қойын бағып, Ақшулан қасқыр бөлтіріктерін асырап, бір-біріне сен тимесең мен тимен деп күндер өтіп жатты. Күнде болмаса да күн ара қасқырды көріп тұрады. Ертелі кеш дүрбі салып бақылайды. Ақшулан қасқыр таңертең кетеді де күн бата қайтып оралады. Бос келмейді, әрине. Бөлтіріктеріне азығын ала келеді. Бірде қозы, бірде лақ, бірде суыр дегендей, бітеу күйінде мойнына қайра салып аяңдап келе жатады. Еш қауіп қатерсіз, қойлы ауылға әбден үйренген. Кейде тіпті қалай емес дегендей шопан үйіне жақындап, жанай ықтай өтетін болды. Кім біледі, жолда біреу-міреу кездесіп қалып, шабуыл жасаса, араша түсеме деген дәме. Бәрі бала шағаның қамы. Тіпті соңғы кездері иттер де үрмейтін болған. Бір күні қой шетінде Өмірәлі баласы екеуі кезек-кезек дүрбі салып отырған. Ой көке, ананы қара, деді бір кезде баласы оқыс дауыстап. Қасқыр қой сүйреп келеді. Тіктеліп отырып, дүрбіні қадалта қарады. Қане, бере тұршы. Не дейді? Өмірәлі де тізерлей беріп дүрбіге қолын созды. Мә, тура қараңызшы, дүрбіні ұсына берді. Жалпақ қорымның астында тістеп алып сүйретіп келеді. Рас ей, сүйретіп келеді, деді Өмірәлі дүрбіні көзінен алмаған күйі. Ой жауыз-ай, қайдан әкеле жатыр екен, ә? Үлкен кепе қозы ғой өзі. Біздік емес пе, көке? Шындығында мынау Құдай атқыр. Біз тиіспегенге басынып жүрмесін әуелі. Жақын маңда басқа қойшы жоқ қой. Өмірәлі күдіктене бастады. Бүгін ол жаққа қой жайылған жоқ еді, деді баласы күбіртіктей. Кім біледі, бұл итке сенім бар ма? Өмірәлі дүрбіні көзінен алып, сәл ойлағандай болып отырып, әй, біздің қойға тие қоймас. Мына күшіктері тұрғанда, баяғыдан бері аяп жүр дейсің бе? Ол жағынан сертке берік қой. Бұл жауыздар тиіссе, біздің аямайтынымызды біледі. Байқайық, қанекей, деп қайта дүрбіге үңілді. Қасқыр ірі қозыны біресе тістей сүйретіп, біресе салақтата көтеріп ініне қарай еңкейіп кетті. Әкелі балалы екеуі отарды жинастырып, күдікті еш нәрсе байқай алмады. Әлгі қозыны басқа жақтан әкелген болды. Отары дін-аман, дегенмен ниеті бұзық теріс азуды ертелі кеш байқатпай бақылауға алып жүрді. Қалай емес, оның үстіне бөлтіріктер де есейіп қалды. Кішігірім қозы лақты олар да алып ұратын дәрежеде. Күн еңкейе өрісті бір аралап шығып, отарын жинастырып жүрген Өмірәліні аяқ астынан ту сыртынан атылған мылтық даусы селт еткізді. Тау-тас жаңғырығы дірілдеп, айнала гүрс-гүрс ете қалды. Жайбарақат шашырай жатқан отардың шет-шеті жапырыла үркіп, елеңдей қалысқан. Қапелімде не болған бағамдай алмаған Өмірәлі қара құстан біреу қойып қалғандай бұға беріп артына бұрылды. Апырау, кім келе қалды? Төңіректе ешкім жоқ сияқты еді ғой. Сөйткенше болған жоқ, оң қапталдағы қорымды жырадан бір жаяу шыға келіп, сүйқулай дауыстап, бұған қарап бір нәрсе дейтіндей қолын бұлғайды. Бұл кім болды екен? Солдаттар кеп қалды ма? Өмірәлі апыл-ғұпыл атына мінді. Әлгі адамнан көз алмай, солай қарай атын қамшылай тебінді. Анау тағы дауыстады. Қасқыр дейді. Сонда да Өмірәлі бұл кім болды екен деп келеді. Жақын маңайда малшы қосшыдан ешкім жоқ сияқты еді. Аң қарап жүрген біреу болды. Ұзын бойлы қара сұр жігіт екен. Жақындай беріп, ой туысқан, қасқыр десе бұл кетпейсіз ғой, деп аман салам жоқ дүрсе қоя берді. Қайда жүр қасқыр? Көрген жоқпыз, деді Өмірәлі мылтықтың атылуын енді түсініп. Жігітті ептеп шырамытады. Осылай кетті осы жырамен. Сонау асудан бері қуып келемін. Қалайша көзіңізге түспеді? Байқамадым. Өмірәлі жан-жағына үңіле қарады. Опырмай, жер жұтты ма? Аспанға ұшты ма? Осы иек астынан көз жазып қалғанымды қарашы.
Сіздің көзіңізге түсті ме деп едім, деп жігіт Өмірәліге әлі сенбей қарайды. Енді пәле болды ғой. Өмірәлі дағдарып тұрып қалды. Қойға шауып жүрмесін әуелі. Мойнын созып отар жаққа көз тастап қойды. Қайдан кезігіп жүрсің? Бұл төңіректен көрмеп еді. Опырмай, сіздің асыранды қасқырыңыз болмаса білмейміз. Біздің осы жайлауға келгелі әбден мазамызды кетірді. Күн ара соғып бір қозыдан алып кетеді. Тұра кеп қуамыз. Осылай асып жоқ болады. Асу төрдің басын жайлап отырмыз. Содан келе жатырмын. Көрдіңіз бе? Сіз ғой, түк көрген жоқпыз дейсіз. Қайда кетті сонда бұл? Алақ-жұлақ етіп жан-жағына қарады. Түх, сонша жерден бе? Алыс емес пе асу төр деген? Өмірәлі таңғала қарады. Бәсе бұл төңіректен ондай пәле байқамап еді. Алыс емегенде алыс деп қарап отырмыз ба? Әбден басынып бітті. Өмірәлінің іші қып ете түсті. Ойлап қараса, бұл кісінің айтып тұрғандарының бәрі рас. Бәсе қай сорлыны қаңсыратып жүр екенсің деп ойлаушы еді. Аңшы жан-жағына қарағыштап тұрып, не өзіне оқ тимейді. Анада тура апақ-сапақта бір қойды тамақтап, бір қозына ала қашып кетті. Тура арғы асуға дейін қудым. Мылтық атқан болдым. Қайдан? Көз байланып кеткен уақ. Содан мылтығымды тастамай-ақ жүредім. Мінекей, мылтығым салмақтап қойды. Не пайда, тигізе алмай қалдым. Әбден басынып бітті өзі. Сәл ентігіп басып тұрып қайта сөйледі. Қойдың алды жалтара үркіп қалды. Осы көз алдымда. Әп-бәлем деп тура жүгірдім. Келсем бір үлкен саулықты алқымнан ала жетелеп барады асуға қарай. Айқайлап мылтықты оқтағанша қойды қоя бере салып тура қашты. Басып қалдым. Тиді ме, тимеді ме, асты да кетті. Апыл-ғұпыл мен де шықтым асуға. Шықсам төмендеп барып шоқиып отыр. Қумайды дейді-ау деймін. Әбден басынған, жаман үйренген, тас-тастың арасымен қайта қашты. Тағы бір аттым. Бөксесі қиралаң еткендей боп қалды. Жыраға түсіп кетті деп салдырлап әңгімесін айтып шықты. Оқ тиіп құлап қалды ма бір жерде, деді Өмірәлі. Жүрші, былайлап қарап көрейік. Екеуі беткеймен төмен түсіп келеді. Өмірәлінің ойы аңшының бұл маңнан алып кету. Өйткені тұра берсе сәл жоғарыдағы апан інді байқап қалама деген қауіп еді. Аңшыны ертіп Өмірәлі біраз жерді қараған болды. Еш нәрсе байқай алмады. Дәл осы тұстан былай бұрылғандай болды, дейді аңшы бір дөңестеу жерге келіп. Міне, осы мына сіз жаққа қарай, дейді қадалып. Кім біледі, дейді иығын қиқан еткізген Өмірәлі жайбарақат. Апыр-ай, жымба періме, дейді аңшы тағы қайталап. Дәл осы жерде болатын. Шыр айналып жан-жағына қарады. Таңғала басын шайқады. Әй, байқамай қалғансың ғой, тура төмен тартып кеткен шығар деп Өмірәлі аңғарға қарай созылған қорымды сайды нұсқайды. Жоқ, дейді аңшы келіспей. Олай кетсе, сізге бұрылып нем бар? Байғап келе жатырмын ғой. Тура көз алдымда осы. Жан-жағына қарап екеуі дағдарып тұрып қалды. Болды енді, деді Өмірәлі сәлден кейін. Бұйырмаған екен, не болса да кетті енді. Үйге жүр, шай іш. Бұл жақта малшы бар-ау, біреу жайладау деген тіпті менің есіме келген емес. Ешкім жоқ деп жүрмін. Әйтпесе, анадақ алғаш көргенде-ақ келетін едім, деді аңшы үйге жақындағанда. Ой, біраз болды біздің келгенімізге. Аз күн төменірек отырдық. Одан осында жылжып қондық. Құдай сақтасын, әйтеуір тыныш, деп қойды Өмірәлі. Не пәлесін барын білмеймін. Әйтеуір мен көрген қасқыр осылай қашып кетеді. Сіз болсаңыз тыныш дейсіз. Ештеңе көргем жоқ дейсіз. Түсінбеймін қалай екенін. Аңшы жігіт сәл ойланғандай болып отырып, өзі қаншық сияқты осы Ақшулан келген. Осы жақтың бір жерінде күшіктері бар ма деп те ойлаймын. Ол да мүмкін. Өмірәлі мүлде жайбарақат. Болса болар, бірақ бұл төңіректе болса, ендігі байқар едік. Төменіректе болмаса, оның үстіне бұл маңай жадағайлау, жалтаңдау ғой. Төменгі сай жыра бұта аршаның ішінде шығар не болса да. Солай мекен әлде. Bir күні келіп төмен балақ жақты бұтаның арасын сүзіп шығатын екен. Әй, ызасы өтті-ау жауыздың. Көрмей қалсақ бір сәрі. Құдай атқанда иек астынан айырылып қалып отырмыз ғой, дейді жігіт күйіне. Жарайды енді. Біз де бұдан бұлай байқастап жүрейік. Көре қалсақ саған қарай асыра қуамыз, деп Өмірәлі күле сөйлеп киіз үйдің есігін ашты. Оларды Ақшулан қасқыр тасадан көріп жатты. Асудан аса қашқанда таңына тыз етіп оқ тиген ол жандалбасамен осылай бұрылған. Неше күннен бері достасып алған Өмірәліге жетсе жаны қалатын ойлап
тасты жырамен солай жалт берді де тасалана беріп қорымтастың қуысына кіріп үлгерді. Дыбысын сездірмей тым-тырыс жата қалды. Соңына түскен екі аяқты бір қадалған жеріне қан алатын пәле сияқты. Дәл қасына кеп мылтық атып айқайлап тұрып алған қарашы кетпей ұзақ жүріп алды. Ақшуланның жаны мұрның ұшына келді. Оқ деген жері де удай ашып өлтіріп барады. Әйтеуір сүйегі аман сияқты. Жанай өткен оқ екен. Ол жерін жалауға да жағадайы келмейді. Аналардың дауыстарын естіген сайын таспен тас болып қуысқа тығыла түседі. Аңшының айтқандай-ақ тура сол жерден бұрыла салып қуысқа кіріп кеткен. Күнде жүрген жері бұл тұстың қуыс тесігінің бәрін біледі. Көрдің бе енді? Дәл сол жерге келіп тұрып алғанын. Бұл да бір жер туысқан құтаяқ болды. Үңіліп қарайды жан-жағына. Опыр-ай, сезіп қояр ма екен? Қайта ит еріп келмей Құдай сақтап тұр ғой. Олар болса тіміскелеп әлдеқашан әшкере қылар еді. Дос, қойшы бұл жерден алып кеткісі-ақ келіп бір-екі аттап жүрмек болады. Бірақ ана пәле баспайды. Сөйлеп тұр. Қолын сермеп мылтығын шошаңдатып қояды. Сақтай көр. Досы да қолын төмен қарай сермеп қойып сөйлейді. Алып кеткісі-ақ келеді. Ал анау бір-екі басып қайта тұрады. Ақыры кетті-ау. Дабырлай сөйлеп ұзап барады. Әбден алыстап тым-тырыс болғанша қозғалған жоқ. Бір кезде ух дегендей ыңырана дыбыс шығарып бауырын жазды. Ары-бері аунақшып, иіліп бүгіліп жарасына әрең тілін жеткізді. Жалап алды. Әйтеуір сүйегінің аманына тәубе қылды. Сүйекке оқ десе ғой, саудасы бітті дей бер. Шойырлады да қалады. Құдай оның бетін ары қылсын. Онда ана бөлтіріктер ненің күнін көреді десеңші. Шындығында ол байғұстар не боп жатыр екен? Қарындары аштау, өзінің де қарны ашқан жаңа сезіп жатыр. Қайтеді, шыдайды. Бәрінен бастың амандығы керек. Бөлтіріктерін ойлағанда есіне бір қауіптің түсе кеткені. Ашықтан бөлтіріктер іннің аузына шығып, жақын келген қозы-лақты бас салып, бір пәлеге ұрынар ма екен? Өткенде бір осылай алыстан жортып келгенде бөлтіріктерінің ін аузында бір кішілеу ақ қозыны кергілеп тұрғанының үстінен түскен. Шамалары еркін жетпеген қайта оның үстіне тістері де жетіле қоймаған еді. Әйтпесе жарып жіберетін тура. Келе ауызды салды тентектеріне. Тістеп лақтырып жіберді. Қозының денесі бүтін екен әйтеуір. Босана сала маңырай жүгіріп кете барды. Тісін ақсита бәрін інге қуып тықты. Содан неше күн сыртқа шығармай қойған. Бүгін не істеп жатыр екен? Құдай біледі. Ақшулан қасқыр жарасын жалап қас қарайып ел орынға отырғанша тастың қуысында жатты да айнала түгел тынышталдау дегенде барып орнынан тұрып бөлтіріктеріне қарай аяңдады. Таңертең шайдай ашық аспан сәске кезінде-ақ шыңыта мұнарланып сұрғып тарта бастады. Батыс жақтан қылтиып көрінген ақ сұр бұлт біртіндеп молайып, үзік ыдырап, баяу сырғып, зеңгір көкті торлап келеді. Терістіктен демі суық желемік білінеді. Кешке қас қарая бөлтіріктеріне оралған Ақшулан қасқыр күн көтерілгенше қалың аршаның ішінде бұйығыланып жатты да қойды. Қатты болдырып қайтты кеше. Жақын жуықтан ауызға ілінер ештеңе кезікпеді. Өткендегі қуғыннан әрең-бәрең құтылып, бір ажалдан қалғаннан кейін асу төр жаққа баспайтын болған. Әйтеуір күні-түні жалап жүріп жарасын жазды. Енді күншілік жердегі ала айғыр жайлауына барып жүр. Алыста болса қорғайтпайды. Екі отар қойға кезек-кезек тиеді. Кеше бір сәтті күн болды. Шатқал сайға еңкейген қойдың шетінен оп-оңай екі кепе қозыны бірінен кейін бірін бас салып, мойындарын бұрай толғап, төмен қарай лақтырып жіберген. Ешкім байқаған да жоқ. Отар әбден ұзап кеткеннен кейін сол шатқалдың табанында бір кепені жәукемдеп, күн еңкейіп, сай жыраларды көлеңке басқанша қозғалмай жатты. Ақшулан орнынан тұрып, езуін жырта, есіне беріп, керіліп созылып алды. Інінің аузына жақындай бергенде, соны сезгендей, жыбырлай өріп бөлтіріктері шықты. Енелерінің жан жағынан шығып, иіскелесіп, құйрықтарын шошаңдатып еркелей бастады. Қаумалаған бөлтіріктерін жерді тарпып жіберді. Көзі шоқтай қызарып бүркітке қадалған. Зулаған бүркіт тура баланы көздеп келе жатқандай. Әнекей, сол сияқты Ақшулан атылып кетті. Қыран да шүйіліп келеді. Оқтай атылған қасқыр бүркіттен бұрын жетіп, баланы кеудесімен қаға-маға
жол астындағы аша арасына ұмар-жұмар болды. Көлденеңнен киліккен қасқырдың бөксесін ала тебе берген бүркіт көзіне қан тола сілки бергенде, арпылдай үрген иттер мен шаңқылдаған адам даусынан сәл тосыла босаңсыған сәтте қиралаңдаған қасқыр бөксесін сүйретіп сытыла берді. Соның арасынша гүрс-гүрс етіп мылтық атылды. Қанатын қалбаң-құлбаң қаққан қыран да аңғардың үстімен сырғи жөнелген. Ебіл-дебілі шыға дауысы жарықшақтана ойбайлаған Күлшара аша арасына домалап кетіп, талып жатқан баласының үстіне құлады. Үйден шыға әйелінің артынан жүгірген Өмірәлі де бүркіттің қалбаңдаған қанатын көріп, иттерінің үргеніне қарай мылтықты атып жіберіп, жалаңбас күйі ентіге жетіп еді. Есі шыға алақтап, қолы дірілдей тұрып, 32-ні опыра оқтады да, едәуір көтеріліп кеткен қыранның артынан жан далбасамен бір атып қалды. Тиген-тимеген білмеді. Жаңғырықтан құлағы тұнып, көзі қарауыта, басы айналып құлап бара жатты.